Балалар, қазір дүниетану сабағы. Дүниетану пәнінің ортақ тақырыбы уақыт. Бөлімшесі спорт, денсаулық кепілі. Бүгінгі сабақтың мақсаты спорт түрлерімен танысасың, спорттың денсаулыққа қандай пайдасы барын білесің, спортпен айналысатын адамның бойындағы қабілетін анықтауды үйренесің. Балалар, бүгінгі сабағымыздың оқу мақсатына жету үшін қазір сендердің назарларыңа видеоресурсты ұсынамын. Берілген видеоресурспен мұқият танысып ала қойыңдар. Әр адам бос уақытын қалай өткіземін десе, өз еркін. Біреулер уақытты белсенді өткізгенді, спортпен шұғылданып, саяхаттағанды жөн санайды. Ал басқалар үйде қалып, кино көргенді, мүмкіндік болса жағажайда тыныққанды ұнатады. Дегенмен, уақыттың бір бөлігін денсаулықты нығайтуға арналғанымыз өте дұрыс болмады. Өйткені бір жерің ауырып тұрса, көңілің түседі. Спортпен кәсіби түрде де, әуесқой деңгейде де айналысуға болады. Сонымен, спорт деген өмір салты. Қарапайым адамға спорт денесін шынықтырып, бойына сергектік беру үшін пайдалы. Спортпен қай жаста болмасын айналыса беруге болады. Егер денің сау, мықты болсын десең, тұрақты түрде спортпен шұғылданған жөн. Спортпен шұғылдану денсаулыққа пайдалы. Адамдар ерте кезден бастап спортпен айналысып, түрлі жарыстар ұйымдастырған. Алғашқы ойындар осыдан 3000 жылдай бұрын ежелгі Грекиядағы Олимпия қаласында өткен. Қаланың құрметіне спорттық жарыс ойындарын Олимпиада деп атаған. Олимпиадада алғашында секіру, жүгіру, лақтыру, гимнастика сияқты спорт түрлерін жарыс өткізген. Уақыт өте келе бұл ойындар бүкіл Грекия халқының басын қосатын маңызды оқиғаға айналды. Кейін Олимпиаданы өткізу күнтізбесі жасалып, 4 жылда бір рет ұйымдастырып отыратын болды. Онда дүниежүзінің ең мықты деген спортшылары күш сынасады. Бүгінгі күні Олимпиада ойындарының бағдарламасына 28 жазғы және 7 қысқы спорт түрлері кіреді. Олардың қатарында теннис, баскетбол, волейбол, бокс, еркін күрес, жеңіл атлетика, жүзу, футбол, тау шаңғысы, көркем гимнастика, хоккей және тағы басқасы бар. Ата-бабамыздан бізге жеткен ұлттық спорт түрлері де бар. Олар қазақша күрес, тоғызқұмалақ, асық, көкпар және тағы басқалары. Спортшының бойында ерекше қабілетпен ерік жігер болу тиіс. Қазақша күреспен айналысатын адамның бойында күш қуат болу керек. Тоғызқұмалақшыға мықты логика, асықшыға ептілік, көкпаршыға білек күші қажет. Спорттың көптеген түрі бар. Мысалы, футбол, көркем гимнастика, жүзу, мәнерлеп сырғанау, шаңғы тебу, күрес. Бұл спорт түрлері әлем елдеріне ортақ. Көркем гимнастикада түрлі гимнастикалық жаттығулар, секіру мен әдемі қимыл қозғалыстар жасайды. Бұл үшін адамның буындары икемді болуы тиіс. Футбол қарсыластың көкпасында көбірек доп соғуды талап ететін командалық спорт түрі. Бірақ допты қолмен ұстап қақпаға лақтыруға болмайды. Жүзу қысқа уақыт ішінде әртүрлі қашықтықты еңсеруді талап ететін су спорты. Мәнерлеп сырғанау мұзда сырғанап өнер көрсететін қысқы спорт түрі. Шаңғы тебу де қысқы спорт түрлеріне жатады. Шаңғы спорты іштей бірнеше түрге бөлінеді. Күрес бұл екі палуанның шаршы кілемдегі жекпе-жегі. Күресте палуандар қарсыласын аяқтан шалып, жерге жығуды көздейді. Спортпен айналысқан кезде жарақат алмау үшін қауіпсіздік шараларын сақтап, жаттықтырушының кеңесін тыңдау керек. Футболшылар мен хоккейшілер ойын кезінде сіңірін созып алады. Сол үшін қауіпсіздік шараларын қатаң сақтау маңызды. Спортта жеңіске жету үшін адамның туа біткен қабілеттерінің маңызы зор. Мысалы, көркем гимнастикамен айналысу үшін икем мен иілгіштік қабілетінің болуы маңызды. Ал саған қай спорт түрі ұнайды? Қайсысын таңдар едің? Бұл спорт түрін не үшін таңдадың? Біреулер спортпен кәсіби түрде айналысып, үлкен додаларда бірінші болып, жеңіс тұғырына шыққысы келеді. Ал кейбір адамдар тек денсаулықты жақсартуды көздейді. Жылдың әр мезгілінде әртүрлі спортпен айналысуға болады. Мысалы, футбол, жүзу, велоспорт, су добы жазғы спорт түріне жатады. Ал мәнерлеп сырғанау мен шаңғы тебу
шайбалы хоккей, трамплиннен секіру. Бұл спорт түрлері мұздың және қардың үстінде өтетін болғандықтан қысқы спорт түрі саналады. Ауа райы қолайсыз болған кезде қарапайым ережелерді сақтап, қауіпсіздігіңді естен шығарма. Мұндай кезде қауіпсіздік ережелерін сақтау өте маңызды. Мысалы, спортпен айналысып серуендегің келсе, ауа райына сай киіну керек. Қар, жауын-шашыннан қорғайтын құралдарды пайдалан. Олар қолшатыр, жауын өткізбейтін плаш, жылы күртеше, бас киім және тағы басқалары. Ауа райын үнемі бақылап отыр. Егер ауа райы жауын-шашынды, қатты жел, аязды болса, үйде қалғаның жөн. Ал ауа райына қарамастан далаға шықсаң, онда мейлінше абай бол. Жауын-шашын, қатты жел басылғанша ық жерде тұра тұр. Қиын жаттығуларға біртіндеп кіріскен жөн. Әйтпесе, бұлшық етіңді немесе сіңіріңді созып аласың. Ал енді келесі тапсырманы орындап көрейік. Қай тұжырым дұрыс? Аулада спортпен шұғылдану кезінде ауа райына сәйкес киіну керек. Келесі, ауа райын үнемі бақылап отыр. Егер ауа райы қолайсыз боларын білсең, мүмкіндігінше үйде қалуға тырыс. Үшінші, ауа райы қандай болмасын, далада спортпен шұғылдануға болады. Сонымен балақай, өзіңді тексеріп көр. Аулада спортпен шұғылдану кезінде ауа райына сәйкес киіну керек. Ауа райын үнемі бақылап отыр. Егер ауа райы қолайсыз боларын білсең, мүмкіндігінше үйде қалуға тырыс. Демек, бұл екі тұжырымдама дұрыс болған. Келесі тапсырма. Олимпиада ойындарының негізін салған спорт түрлерін ата. Суретті таңда. Өзіңді тексер. Жарайсың балақай. Олимпиада ойындарының негізін қалаған спорт түрлері суреттерден дұрыс таба білдің деп ойлаймын. Сонымен, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақтан сен спорт түрлерін анықтап, топтастыруды үйрендің. Қолайсыз ауа райына қарамастан, далада дене шынықтырумен айналысу үшін белгілі бір ережелерді ұстану керектігін білдің. Балалар, видеоресурстан спорт түрлерімен таныстыңдар. Спорттың денсаулыққа қандай пайдасы барын білдіңдер. Сонымен қатар, спортпен айналысатын адамның бойындағы қабілетті анықтауды үйрендіңдер. Балалар, сендерге оқу тапсырмалары беріледі. Оқулықтарыңның 30-31 беттерін түсініп оқисыңдар. Бұл тапсырманы қаншалықты орындағандарыңды келесі дүниетану сабағында кез келген өзіндік жұмыстың түрлерімен тексеретін боламын. Балалар, осымен дүниетану сабағы аяқталды.